бір мен үшін керемет күн болды, Аллаға шүкір. Бір көптен бері ойында жүрген нәрсені жүзеге асырғанда бір ерекше қуанышты боласың ғой. Қыртқан қатындардың қыртпа сөздері менің көңіл күйімді грамм түсіріп атқан жоқ ше. Бүгін бір айым оңынан, күнім солынан туған күн болды. Неге десеңіздер, бүгін білесіздер некемізді қидырдық, Рома екеуміз. Дүниеге келген періштеміздің, Ренатаның құлағына азан шақырып атын қойдырдық. Содан кейін қызымызға ақиқа құрбандығын шалдық. Мен сіздердің алдарыңызда білесіздер, бір жақсымды асырып, жаманымды жасырып, бір өзімді керемет керім қылып көрсетпейме, кесіп алсаңда барым осы деп отыра берем. Жаңа сіздерден өзінше ұялып жүргем ғой, сізге ұялған жараспайды деген. Жараспаса да әйтеуір мешітке бармадым, неке қидырмадым деп сөйтсем, біразыңыз свои екесіздер ғой, басқа бармаған. Барыңыздар. Ештен гөрі кеш жақсы дейді. Қайырлысы, қай уақытта болса да. Менің жанашырларым, оқырмандарым екіге бөлініп жатсыздар. Біразыңыз мені жақтап атсыздар, біразыңыз даттап атсыздар. Енді даттағандар не деген қақпас қатын едің? Сонда байыңа ажырасам деп дейдің ба? О заманда бұл заман қай ата-бабаң брачный контракт жасап еді деп. Бірақ сіз ойлаңызшы, мынаны қараңыз. Маған мысалы айт аспаннан бірақ шығар байым келіп, бұрын қыз кезіңде қыпша беледің, сызылып тұратын ең, Назиядай кірпіктердің төмен қарап. Қазір бір енді білмеймін, бір салпауыз қатын болдың, сен маған ұнамайсың десе, мен 3 баламды алып шұбырып цыган сияқты төркінге барам ба, қайда барам? Қазақта кім жаман, қайтып келген қыз жаман, қайта шапқан жау жаман дейді. Ойбай, сені көргім келмейді дегеннің өзінде бала шағамды қанатымның астына алып, өз баспанамда қайда барам деп бас қатырмай өмір сүре берем. Оның несі жаман? Жаңа Романың бір достары бар, орыс ұлтынан. Бұрын онша жақтыра бермешім, қазір жақсы көрем. Ұлттың жаманы болмайды екен, адамның жаманы болады екен. Досының әкесі мен шешесі ажырасқанда, бірақ жаңағы немерелерінің туылған күні болады, сол кезде барамыз ғой. Сол кезде ана екеуі, ажырасқан екеуі да, жаңағы дастарханда аларып, ана тойдың берекесін қашырып, бір-бірімен бір ұрысып сөзге келіп отпайды да. Бет сүйісіп, амандасып, жаңа, ой, смотри, какая красавица, вот наша внучка деп сөйтіп отырады да, ана екеуі. Бір-бірімен құшақтасып, қоштасып, аман бол, бақытты бол деп. Үйге келе салып, кешкі астың қамына кірісіп кеттік. Кеспе. Етін пісіріп кетіп едім.